Алло. Естіліп тұрсың, айта бер. Ысқақ эфиріңе жаңа кіріп қалып, Құдай жоқ дегенді оқып, ойлана деп тұрып қалдым да. Дұрыс қой, ойланған Машина ішінде жақсы. ойланып отырып. Прикинь, Ойланған маған мынандай бір ой келді. Допустим, Құдай жоқ. Допустим, да? Давай солай алайықшы сен айтқандай. ал сөйтіп. Ойланып отырып, онда егер Құдай жоқ болса, өзіміз ары кетсе бір нормальный өмір сүретін бір 30 жыл, 40 жыл бір өміріміз қалды деймін да. 30 жылға жетеміз бе, жетпейміз бе мысалға. Ал ойланамын, нафига онда мен мына жерде заңдарды сақтап жүрмін. Не үшін мен жұмысқа барып күніге шаршап, теріліп, ана бір болмайтын ақшаға бола жұмыс істеп жүрмін деп ше. Сондай ой келмей ме? Саған? Істемесей болмайтын ақша. Жоқ, мен айтып отырмын ғой жаңа, мен простой адам деп ойлап, мен бір пиздец ученый адам қылып сөйлейін деп отқан жоқпын, кәдімгі простой қарапайым халықпыз ғой. Ученый емес, сен туралы, сен түгіл жан-жануар, сен түгіл бар ғой, басқа жан-жануарлар да ережені сақтап өмір сүреді ғой, білесің бе? Қандай жануар сақтап ережені өмір сүреді? Олар жоқ, причем тут жануар, мен адамның ойында айтып жатырмын да. Ойланып отырмын, қарадым да. Пешеходтан өтіп баратқан ит сен туралы ойлайды, сен сияқты ойлайды деп ойлайсың ба осы? Ол ше редкий случай ғой, ол андай редкий бір арасындағы жаңағы. Редкий случай болса да бар ғой, ол қаяқтан біледі пешеходтан өту керек екен. Светофордан өтіп жүрген иттер мысалы, олар да ойламай ма? Бұл заңның атасынан реттеп жол кесіп өтіп кетпей ма? Жоқ, адамнан көрді ғой, енді ол редкий случай арасында болады ғой, ақылды болады. Итте бар ғой, жағалауда отырып ойланып, итте отырып ойланып ше, бұл заңның ережесінің атасынан реттеп барып біреуді тістеп алса мысалы ше, немесе жолды любой жерде кесіп өтіп кетсе, либо біреудің бірдеңесін алып кетсе болады ғой итте. Бірақ итте оны жасаудан қорқады да, неге? Ол Құдайдан қорқып отыр ма ит? Сен қазір адамды итпен салыстырып жібердің ғой, дейін қазір. Ит енді қараш, сен сөйтіп ойлап тұрсың да, итте Құдайдан қорқып отыр ма деймін да, или заңнан қорқып жүр ма ол? Ит білет деп ойлайсың ба? Жаңа көшеде 10 ит болып біреумен перісіп атады, адамдардың көзінше ол не дейсің ал онда? Адамдарда да бар ондай. Жоқ, ол енді редкий случай ол енді. Иттер білет деп ойлайсың ба сол? Сен заңды сақтайтын кезде, сен заңды сақтаған кезде сен Құдайдан қорықпайсың. Сен сол жазадан қорқасың ғой? Жоқ, мақұл, именно заңды өткізіп жіберейік мақұл да. Мен бірақ сөйтіп ойладым қазір. Енді жұмысты айтайық мысалы, азынан кешке шейін бәлә жұмыс істейсің ше, көтің. Жұмыс істемесең болады сен. Одан да бір жерде біреуді ақшасы бар, біреуді ақшасын аңғылдызан, сол деймін де, сен ойлайсың ба, жұрттың бәрі бейшара деп, сен даже мынандай кішкентай қыздың өзінің сумкасын тартып аламын деп барған кезде, перцовый баллончикпен бетіңе сеуіп, екі бұтыңның арасына бір тепкен кезде, сосын жаның көзіңе көрінеді сол жерде, отырасың ойбайлап. Ойлайсың ба саған, оп-оңай ойлайсың ба сен, как будто анандай өзіңді Герақлмын, любой нәрседен заң болмаса, Құдайдан қорқып қалсам, любой адамның любой нәрсесін тартып аламын деп. Біреудің бір нәрсесін тартып алып көрші сен әкесің, көзіңді шұқып, басың кесіп алсын сосын. Жоқ, өзің ойламайсың ба, осы заңдардың бәрі жаңағы Құраннан болмаса бір Библиядан неден алынған деп. Енді жануарлар бар ғой, жануарлар тура сен сияқты қоғам болып өмір сүреді кәдімгі. Олар Библия оқымаған шығар, Құран оқымаған шығар. Опять жануарға кеттім мынау ше. Өзіңнің кім екеніңді біліп айналаңа қарамайсың ба? Олар Құран оққан жоқ, Библия оққан жоқ, бәрі нормальный өмір сүріп жүр ғой. Қасқырлар Құран оқыды деп ойлайсың ба? Бір-біріне көмектесіп жүретін? Жоқ, сен қазір адамды немен шалыстырып жүрдің деп, біз ше дамып кеткенбіз ғой. Сенің ойыңша Құдай жоқ, бірақ біз анандай типа цивилизованный жануарлармыз деп тұрсың ғой сонда да? Конечно. Бірақ сен жаңа айтқан жаман болды ше, адамдарда да ондай болады деп ше. Ондай нәрсе болмайды ғой, көшеде мысалға
тобырлап адамдар пересіп жатқанын көрмейтін шығарсың енді. Ондай нәрсе жоқ қой. Бізде сәл не бар. Сен білмеймін, иттерді аңдып жүрсің ба, иттерді аңдып жүрсің ба, білмеймін, иттерді ондай көрмеппін көшеде. Сен өзің бастадың ғой, итті жануарлар, жаңағы жануарларды не қылады деп өзің айтып жатсың ғой. Енді сен иттерді бар ғой, иттерді білесің ба, лотокқа баруға үйретеді ғой үйде. Аха. Тура сол сияқты саған адамды да кішкентай кезінен үйретеді. Мынандай нәрсе дұрыс, мынандай нәрсе дұрыс емес деп. Егер сен бір итті алып, жаңағындай көшеде перісуге болмайды деген сияқты арнайы жерге барып перісуді үйрететін болсаң, ит те соны жасайды ол. Лотокқа барып жүрген ит соны үйрене алмайды дейсің бе? Элементарный нәрсе ғой, адам үйретеді ғой, қоғам үйретеді саған. Тренировка деген болады, дрессировка деген болады. Кейбір иттер адамнан ақылды ғой, білесің бе? Өзің ойланып қарашы, Құдай жоқ болса да, андай ғой деймін ба, жүрегің бүйтіп андай болып тұрады, білесің ба? Бля, бір қорғанышың нең жоқ та, уже смысл, өмірдің смысл жоғалып кететін сияқты ғой деймін да. Әшейін кәдімгі действительно жануарлар ұқсап, малдар ұқсап, ішесің, жейсің, әйелді аласың, перісесің, тозасың да өліп кетесің ше. Олардың да мақсаты сол ғой, малдардың мақсаты ше. Бірінші нәпсісі ғой сол. Сондай болып кетеді ғой деймін да. Сен өміріңнің смыслы не, айтшы маған? Смысл ма? Енді бір андай керемет бір мұсылманмын деп айта алмаймын өзімді ше, бірақ мен точно сенемін да, мүмкін емес деймін да, мүмкін емес бізді осындай ақылды қылып жаратып, идеальный саусақтарымызбен прям бәрімізді идеальный қылып жаратып, идеальный түрің жоқ қой, қылмыш. А? Қай жерің идеальный сенің, айтшы маған? Қай жерің идеальный емес сенің? Бүкіл жерің идеальный емес. Мысалға. Айтшы сен, любой жеріңді мен саған минусын айтып беремін. Мейлі қолдан бастайықшы, қол, айтшы қолды. Сенің қолыңды деген жануарлардың қолымен салыстыратын болса, әлде қайда слабый ғой. Мына қолың деген сәл қайрылып қалсаң сынып қалады, былай қайрылсаң ауыртып аласың сүйегіңді. Кейбір адамдардың қолы вообще жоқ. Саусақтарың деген сен сіңірлерің бәрі слабый ғой, сен қолыңмен не істей аласың қазір? Ағашқа асып қойса 5 минут жануарлармен салыстыра бересің, не қайда келіп жануарлармен салыстыра бересің? Сен мысалы гориламен қол күрестіресің бе, қолыңмен қосып жұлып. Горилла қол күрестіресің бе десе, мақұл гориллаға барып, горилла давай қол күрестірейік десең, саған давай кел деп айтпайды ғой, мен істемейді ғой. Қол күрестіріп, қолыңмен қосып жұлып алады ғой, сен қолың слабый ғой. Жоқ, егер мысалы давай осы қазіргі бүйтқандай мысал ретінде емес, қазір мен гориллаға барамын да ше, зоопаркқа барамын да, горилла давай қол күрестірейік десем ше, ол түріме қарап та түсінбейді ғой мені. Далбайыпсың ба дейтін шығар. Ол сөйлемейді ғой, ысқақ оған не образ беріп қойды ол гориллаға. Бірақ по сути былай екеуі горилланың бар қолын ұстап алып тартатын болсаң, сенің қолың жұлып алады ғой, по сути. По сути да, но егер по факту конкретно мен қазір гориллаға барып давай қол күрестірейік дейтін болсам ше, көтінде әдері жақсы. Адамның қолы, қараш, адамның қолы слабый ғой, саусақтарың деген сенің. Қазір саусағыңмен бір допты қатты ұрсаң қайрылып қалады мына саусағың. Сен төкаңда ұру, соғу, майыстыруларға бүйтіп мысал келтіреді дегенсінде, бүйтіп тамақ жеу, бір бөле ұстау, оған былай келтіруге болмай ма мысалдарға? Тамақ жейсің жарайды. Сенде 5 саусақ қой, мысалы 6 саусағың болса, жақсырақ жейтін бе едің мысалы тамақ. Жоқ, 6 саусақ болса, сен өзің бір саусақ шығаршы қазір жанына. Ыңғайсыз ғой мынау. Вообще артық қой мынау. 6 саусақпен туылатын адамдар бар ғой? Қой. Не көресің бар серьезно? ютубтан бір нәрсе көресің ба? 6 саусақпен туылатын адамдар бар. 6 саусақпен туған адамдар көп, мен саған айтайын. Сол 6 саусақпен туған адамдар сонда Құдай оларды неге 6 саусақпен жаратты? Білмеймін. Мінсіз болатын болсаң. Ертең өлем ғой ше, мен өлем ғой. Сол кезде өзім сұраймын Құдайдан ше, не оларды 6 саусақтан жараттың, бізді не алдың, оларды не бүйттің деп. Сол кезде маған жауап береді. Мен өзім енді саған айтып отқаным жаңағы тема Құдай жоқтан басталды. Мен содан кейін допустим Құдай жоқ деп сөйтіп басталды әңгіме ше, содан басталды ше. Қазір жаңағы бар жоқты дәлелдемей қойып менде ондай. Сен Құдай жоқ деген жерде сен просто на ровном месте ештеңе ауыстыра алмайсың да, өйткені сен ақырындап ізденіп, сөйтіп дамып түсінуің керек те, сен түсінбей жатсың. Енді өзің ойлашы, Құдай жоқ болса, жаңа өздерің жаңа не дейді анандай бір ғылыми бір нәрселерді айтып жатсыңдар да, жер айналып жатыр, үйтіп жатыр деп, ешнәрседен ешнәрсе өзің. Көрдің ба сен, егер сен қара, сен біздің айтып жатқанымызды түсінесің, егер сен ғылыми бір нәрсе деген әңгіме айтпай,
негізі ғылымда оны ғалымдар былай айтады екен, біз оны мектепте былай оқығанбыз, мына жерде мынау былай қозғалады екен ғой деген. Сен осындай әңгіме айтатын болсаң, сен уже бізді түсіне бастайтын едің. Ал сен какой-то бір ғалымдар бүйтіп бүйтеді дейсіңдер, сөйтеді дейсің деген сияқты бүйтіп қарайтын болсаң, сен бізді никогда түсінбейсің. жоқ, мен енді қазір бізде мына халықтардың бәрі не емес қой, бір қатты бір білімді емес қой, просто өсек тарататын болмаса бар ғой, негізінде бар ғой. Өзіңнен бастасай, сен қатты білімді емес, средний білімді болуыңа ешкім кедергі емес. Қолыңда бүкіл әлемнің кітапханасы мен бүкіл әлемнің өзімнен бастаймын, но бірақ по факту ютубқа кірсең, қаншама ғалымдардың лекциялары тұр, ізденем десең, бәрі тегін ғой. Сен жұртқа қарамай өзіңнен бастасай лучше. жоқ, сенімше мен қазір бір нәрсе айтайын деп отырмын, соны түсіндіре алмадым саған ше. Бола ма бір бөлмей түсіндіре алмайсың, қара. Түсіндіре алмауыңда да проблема. Сен әдеби кітаптар оқы, әдеби шығармалар оқы. Сол кезде сенің тілің бай болады. Адамдармен көп сөйлес, ойыңды жеткізіп үйрен, жинақтап. Сол кезде сен қазір мына жерде мен жете салмай жатырмын деп отырмайсың да, сразу былай тақ еткізіп айтып бересің. Сол әдеби кітаптар оқы Хадия. жоқ, қара, Ысқақ, енді қара, мақұл. Әдеби сен айттың, болды, оқимын әдеби кітап. Болды, оқы. Болды. Кім Абай жолы деген Мұхтар Әуезовтің жазған несін бастаймын кітабын. Абай жолынан бастама, Абай жол ауыр болады саған. Кішкене романдардан бастайын. Қой енді шелейін, мен деңгейімді біліп қойған жоқ шығарсың дейді. Ауыр болады деп. Серьезно айтамын, сен бұрын кітаптар оқып жүрген бе едің? Мен ба? Мен 5-ші классқа шейінше отличник боламын, одан кейін қойып кеткенмін. 5-ші классқа дейін не шет айтса ол. Сен 5-ші класс деген қанша оқымағанмын. Енді сен сразу қазір қара. Абай жолы деген эпопея. Ол эпопея деген 4 томдық кітап. Оның үстіне Мұхтар Әуезов Абай жолын жазған кезде қазақ тілінің бүкіл байлығын, шеберлігін, жаңағы құнарын көрсету үшін жасалғанда ол. Сондықтан да Абай жолында анандай айналаны, табиғатты, басқаны сипаттайтын сияқты ұзақ дүние 4 томдық кітап миың ашып қалады. Мен де оққан жоқпын оны. Мен айтайын дегенім саған, сендер неге халықтың білімін учитывать етпей сөйлесесіңдер адаммен ше, мәміле жасайсыңдар. Мысалы қарапайым халықтың білімін, сенің біліміңді учитывать етіп, саған кеңестер беріп жатырмыз ғой, шамамыз келгенше. Маған беріп жатсың, бірақ сендер андай көпшілігінде жаңа атылып отырған кезде прям теуіп жібере саласыңдар, бүйтіп сөйлей саласыңдар ше. Басқа темаға кіріп кеттік. Мен жаңа сөйлесейікші. Болмайды мынау ше. Болмайды екен. Енді Құдай жоқ деп жатыр. Мен допустим алдым Құдай жоқ деп айтып отырмын ғой, сразу түсіне алмайсың оның бәрін. Сен ізденуің керек көп нәрсе. Сол кезде әңгіме басқаша болады. Қарап отырып, болмайды ғой мынау ше. Құдай жоқ деп алған болмайды ғой, значит біз болады, әдемі болады. Жоқ болып қалады ғой. Жануарлардан сен BMW-ны сат, Toyota Camry ал. Сол кезде Camry просто BMW-ны армандаймын мен. Онда негіңді ауыстыр, ана Camry деп қой. Жоқ, мен BMW арман, M5 арман да, өзім Camry'ден. M5 армандасаң, сен онда дұрыс жолда емессің, сен адасушысың. Неге олай жасадың? Неге ұстаз? Неге олай айттыңыз? M5 алма. Сорың болады. Что, M5 жайлы білесің ба сен? Camry деген рахат қой, Camryмен жүресің. Мейлі. Кеме ойымды жинақтап алайын, содан кейін ондай тағы егер кіргізетін болсаң, кіріп сөйлесіп. Болды. Жинақтап, дайындап, асықпай. Кітаптар оқы. Жан жақта. Дұрыс қой, ешқандай зиян жоқ адам дамыған. Закир Наик барлық сұрағын жауап. Закир Наик өтірік айтып сұраққа жауап беру емес, тасташы Закир Адидасын.